Биыл Құдайдың қалауымен 60-қа толасыз. Бұл енді мынау адамның ғұмыр жасындағы бір белес қой. Жалпы осы жасқа келіп, өмірден не түйдіңіз, адамдардан, қоғамнан не үйрендіңіз? Қоғамнан, өмірден үйренген ештеңкеміз жоқ. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам мен сендерге екі нәрсе қалдырып жатырмын дейді. Біреуі Құран, ода тура жол бар дейді. Екінші менің жолым дейді. Біздің үйренетін жолымыз осы екі нәрсе, басқа нәрсе емес. Біз осы екі нәрсеге амал қылғанда бақыттымыз да, болмаса бақытсызбыз. Соның амал қылатыным, осы уақытқа шейін амал қылатыным, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам момынның ниеті амалынан жақсы дейді. Соның үшін момындар жақсы ниет қылу керек. Осы амалдың бәрі мен ниетпен қылдым, бір істеймін деп қылған жоқпын, ниет қылдым. Пайғамбар айтады, бір мұсылман адам бір нәрсе ниет қылды дейді да. Алла тағала оны қаласа осы дүние бәрін береді дейді. Қаламаса ертең қияметте тірілгенде со ниет қылған нәрсесінің бәрі тұр дейді да. Раббым, мен бұларды қылған жоқ едім ғой дегенде, сен осыларды ниет қылып едің ғой. Сенің өмірің жетпеді, өмір жаныңда қойдық біз. Өмірің жеткенде сен осыны қылатын едің деп айтады дейді. Соның үшін мен 17 жасымда осы арманда Қазақстанға бір ешкімді білмейтін үлкен бір медресе қылсам, Қазақстан қандай мұсылман ел болғанын көрсететін бір зәулім мешіт салсам деп. Олардың жас балалар қазақта христиан деп шіркеу жоқ, мұсылман деп мешіт жоқ дейді ғой. 60-ға келген шейін сол Құрандағы хадистегі Алла тағала оның елшісі айтқан пенде болсақ деген өмірмен өттік қой. Көп нәрсені қыла алмадым. Армандарым өте көп еді. Арманды көп қылым жаңағыдай ғой. Иншалла қыла алсам қылам, қыла алмасам ақыретте алдымнан шығады.